Бәріңізге сәлем, Arduino негіздері курсының кезекті сабағында көргенімізге қуаныштымыз. Бүгінгі сабақ сіздер үшін қызықты болады деген ойдамыз. Бүгінгі сабақта сіздермен тап сенсорымен танысатын боламыз. Бүгінгі проектте күнок сенсоры немесе вибрация сенсоры немесе тап сенсор деп аталатын тақырып бойынша өтетін боламыз. Кейбір кітаптарда күнок сенсор, кейбір кітаптарда вибрация, кейбір кітаптарда тап сенсор деп аталады. Негізінен күнок деп отырғанымыз қағу дегенді мағынаны білдіреді. Vibration сенсор ол вибрация сенсоры, ал тап деп отырғанымыз соққы сенсоры. Яғни осы бүгінгі өтетін тақырып бойынша біз алдыңғы сабақтарда біз vibration сенсорымен, яғни вибрация сенсорымен жұмыс жасаған болатынбыз. Вибрация нәтижесінде бүгінгі сабақтан сол vibration сенсордың тағы бір модификацияланған түрі тап сенсормен жұмыс жасайтын боламыз. Тап сенсор, яғни тап деп отырған соққы, касание, жанасу деген мағынаны білдіреді. Яғни жанасу датчигі, орысша айтқанда датчик касание дегенді мағынаны да білдіреді. Практикалық жұмыс барысында біз тап немесе күнок сенсор деп аталатын құрылғымен жұмыс жасап, оның қалай жұмыс ететінін бірге көретін боламыз. Күнок немесе тап сенсоры вибрация немесе соққыны бірдеңеге жанасқанда немесе тигенде анықтайтын қарапайым ғана құрылғы. Негізінен бұл кәдімгі ашылып жабылатын электронды ажыратып қосқыш, кәдімгі переключатель деп алсақ болады. Яғни переключательді ажыратып қосылады, яғни ол белгілі бір пәрмен берген кезде ашылады, белгілі бір пәрмен берген кезде жабылады. Яғни осы секілді қандай да бір соққыны немесе вибрацияны анықтағанда переключатель жабылады. Осы кезде бұдан кейін де ашық күйге, яғни қайтып оралады. Нарықта тап сенсорының бірнеше түрі кездеседі. Жаңа айтып өткенімізде тап сенсорының бірнеше түрі, яғни vibration сенсордың модификацияланған түрі болуы мүмкін, немесе күнок сенсордың, күнок датчиктің тағы да бір жаңартылған түрлері болуы мүмкін. Бірақ та тап сенсорының дәл осындай бірнеше түрлері бар. Сол түрлердің бірі, осылардың ішінде ең арзаны және де ең қолайлысы KY031 тап сенсоры болып табылады. Осы көріп отырғандарыңыздай тап сенсорының негізгі компоненттерін атап өтейік. Кәдімгі KY031 тап датчигі вибрация өтетін пружинадан және резистордан және де 3 пиннан құралған негізгі сезімтал элементтерден тұрады. Яғни ортаңғы бөлікте біз көріп отырғандарыңыздай 3 пиннан құралған, яғни 3 пин деп отырғанымыз 3 шықпадан құралған, яғни ол сигнал беретін диджитал немесе аналогтық бөлікке жалғанатын аяғы. Екінші және үшінші аяқтары ол плюс, ол жаңағы қуат көзіне қосылатын, минус жерге тұйықталатын граунд бөлікке жалғанатын аяғы. Және де бізде резистор бар. Ол резистор осы 3 пиннің жоғарғы жағында орналасқан, және де үстіңгі бөлігінде пружина бар. Пружинаны пластинкамен қапталған, яғни пружина ішінде сол пружина біздің переключательдің қызметін атқарады. Және де тап датчиктің 3 пинін атап өттік, және де енді кезекте осы көріп отырғандарыңыздай бейнеде көріп отырғандарыңыздай тап датчигінің пружинасы переключатель деп айтып өттік. Яғни соққы тиген кезде немесе жанасқанда немесе тиген кезде белгілі бір денеге немесе біз оған тиген кезде ол өзінің жұмыс істеу барысында, яғни ажыратып қосқыш переключатель қызметін атқарады. Енді тап датчигі, яғни осы датчик қалай жұмыс жасайтынын атап өтсек, егер сіз датчиктің схемасына қарайтын болсаңыз, датчик переключателден, яғни ажыратып қосқыштан тұрады және резистордан тұрады. Бұл жерде енді вибрациялық пружина переключательдің рөлін атқарып тұр. Көріп отырғандарыңыздай біздің пружинамыз переключательдің қызметін атқарады, яғни ажыратып қосады. Яғни біз соққы тиген кезде немесе жанасқанда немесе тиген кезде оған резисторына тоқ беру арқылы ол солай жұмыс жасайды, яғни переключательдің қызметін ажыратып қосады. Яғни схема бойынша көріп отырғандарыңыздай ол
нақты схемадағы сұлбадағы сол схемада ажыратып қозғауыш қызметін атқарады. Және де переключательдің бір жағына жылынған датчиктің шығыс контактілері 10 килоом резистор арқылы жоғары болады. Және де кәдімгі ортада вибрация немесе соққы жоқ кезде датчиктің шығысы да жоғары болады. Яғни жоғары болған кезде, бір болған кезде оның ешқандай жаңағыдай әсер етпейді, соққы болмайды деген сөз. Ал егер датчик вибрация немесе соққыны анықтаған кезде пружина переключательдің қызметін атқарып жатқандықтан оны жабады да датчиктің шығысы төмендейді. Практикалық жұмыс барысында яғни тап сенсорымыз, яғни жанасу немесе тию датчигіміз, яғни соққы датчигіміз көріп отырғандарыңыздай жаңағыдай өзіне төменгі жағдай болған кезде, яғни соққы тиген кезде немесе вибрация болған жағдайда пружинамыз қозғалған кезде біздің шығысымыз төмендейді де, лоу болады да, біздің жарық диодымыз жануға мүмкіндік жасайды. Келесі толықтай ақпараттарды сіздер практикалық жұмыста ашып үйренетін боласыздар. Бүгінгі теориялық сабағымыз және де практикалық сабағымыз ұнап жатса, онда біздің арнаға, YouTube каналымызға Азатия Академияға жазылып, лайк, дизлайк және де подписация етіп, келесі бір адамға поделиться етуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі практикалық жұмыстың негізгі скетчін Arduino IDE платформасына жазатын боламыз. Бүгінгі негізгі проекттің мақсаты соққы немесе жанасқан кезде белгілі бір денеге, яғни біздегі K031 тап сенсорына белгілі бір дене жанасқанда немесе тиген кезде оның соққы беруі нәтижесінде жарық диодын жандыруымыз қажет болады. Бізде көріп отырғандарыңыздай қолымызда ұстап тұрған тап сенсорының сигнал бөлігін біз диджитал бөліктің 12-ші пиніне жалғап жатырмыз. Ал плюс пен минусын жерге тұйықтаймыз, минусын, ал плюсын қуат көзінен жалғайтын боламыз. Тап сенсорын айтып өтіргенімізде теориялық бөлікте 3 шықпадан тұрады, 3 шықпадан, яғни сигнал, минус жерге граунд бөлігіне және плюс, ол біздегі қуат көзіне пауэрға жалғануы қажет болатын. Жарық диодындай өткен сабақтарда көрсеткенімізде жарық диодының тек бір ғана жарығын, яғни қызыл бөлігін жалғап жеткілікті. Қызыл бөлігін диджитал 11-ші пинға жалғаймыз және де көріп отырғандарыңыздай скетчта айнымалының мәнін рейд пинді 11-ші пин деп аламыз. Ал тап сенсорды біз диджитал 12-ші пинға жалғаған болатынбыз. Олардың типтары интежер типті, бүтін типті, сондықтан да бүтін деп аламыз. Тап сенсоры көріп отырғандарыңыздай input болып табылады. Неге? Өйткені біз соққы берген кезде ол соққыны кіріс айнымалысы ретінде алғаннан кейін ол шығыс айнымалысы ретінде беретін біздегі ред пен қызыл жарық диодымызға біз output ретінде береміз. Яғни тап сенсорымызға соққы берген кезде, тап сенсорымызға соққы тиген кезде ол соққыны қабылдап алады. Соққыны қабылдап алғаннан кейін тоқты, яғни переключатель арқылы біздегі переключательіміз пружина тоқты біздегі жарық диодына береді. Жарық диодына беру арқылы қызыл түсті жандыратын болады, көріп отырғандарыңыздай. Және де void loop функциясында, яғни қайталағыш функциямызда boolean state деген жаңа айнымалы аламыз. Ол не үшін қажет? Бізде білеміз digital бөлікке 12-ші пинді жалғадық. 12-ші пинға бізде тап сенсорымыздың сигнал бөлігі жалғанған болатын. Яғни digital read арқылы, digital read деп отырғанымыз ол 0 мен 1-ді ғана қабылдайды деген сөз. Яғни 0 болатын болса, онда ешнәрсе жоқ, 1 болатын болса, онда бізде көріп отырғандарыңыздай, егер 0 болатын болса, онда біздің жарық диодымыз жанады, ал 1 болатын болса, жарық диодымыз жанбайды деген сөз. Яғни стейтімізді монитор портқа шығаратын боламыз, әрбір линияға шығаратын боламыз, сондықтан да әрбір линияға шығару үшін serial print ln деп шығарамыз. Көріп отырғандарыңыздай, тап сенсорға соққы берген кезде пружинаның үстіңгі бөлігіне біздің жарық диодымыз жанып жатыр. Тап сенсоры, кнок сенсоры, соққы сенсоры немесе жанасу датчик касания сенсоры, яғни вибрацияны, соққыны, жанасқанды, белгілі бір дене тиген кезде солардың барлығын қабылдай алады. Бұл деп отырғанымыз сейсмологиялық тағы да басқа
немесе көшеде көріп жүретін болсаңыздар, көпшілік жерлерде адамдардың соққысын дәрежесін анықтайтын кейбір ойын автоматтары осы соққы датчиктеріне негізделген болып табылады. Көріп отырғандарымыздай, 0 болған кезде біз жарық диодымызды жандыруымыз қажет, яғни 0 болған кезде біздің переключательдің қызметін атқарып тұрған пружинамыз жарық диодына тоқ береді, ал 1 болған кезде жарық диодымыз жанбайды. Яғни көріп отырғандарымыздай, 1 болған кезде vibration on, яғни қосылды, вибрация бар, ал 1 болған кезде біздің стейтіміздің мәні ол вибрациямыз өшкен, вибрация жоқ деген дүниені білдіреді. Көріп отырғандарымыздай, әрбір мәнді шығарған кезде стейттің мәндерін 0,5 секунд аралығында үзіліс жасаймыз. Перерыв жасау арқылы, delay функциясы арқылы біз 0,5 секунд аралығында әрбір мәнді шығарамыз, яғни 0,5 секунд сайын біз жаңа мәндерді жаңартып отырамыз. Көріп отырғандарымызды әрбір соққыны тиген кезде тап сенсорына соққымыз ол қатты болуы қажет, өйткені біз диджитал бөлікке жалғанып отырық, яғни 0 мен 1-дің мәнін беріп отырғаннан кейін біздің соққымыз, мәніміз, көріп отырғандарымызды соққы қаттырақ тиген кезде, немесе пружинаға қатты вибрация берілген кезде, немесе соққы тиген кезде, немесе жанасқанда біздің жарық диодымыз жанады. Көріп отырғандарымызды пластинка, тап сенсорының үстіңгі бөлігінде пластинка тұр. Сол пластинканың ішінде пружина бар. Кәдімгі күнделікті қолданыста жүрген пружина, сол пружинаның ішінде пружинамыз переключатель, ажыратып қосқыштың, яғни схема бойынша көрсетілгенде ажыратып қосқыштың қызметін атқарады, яғни сол кезде, яғни кілттің қызметін атқару арқылы жарық диодымызға мән береді. Енді монитор портты ашып көрсеткенімізде, яғни көріп отырғандарымызда стейттің мәні 0-ге тең, vibrationның мәні 10, яғни бар деген сөз, вибрациямыз бар, қосылды. Ал 1 дегеніміз ол бізде вибрациямыз өшкен, вибрация жоқ дегенді көрсетіп жатыр, яғни әрбір көрсетілген мән бойынша біздің вибрациямыздың мәні көрсетіліп жатыр. Көріп отырғандарымыздай. Яғни осы алдыңғы сабақтарда біз вибрация арқылы тек вибрацияның өзін ғана жасасақ, енді бұл сабақтарда соққыны жанасу, яғни бір денеге келесі бір дененің тиюі секілді тағы да басқа физикалық құбылыстарды осы тап сенсор немесе кнок сенсор арқылы жасайтын боламыз. Көріп отырғандарымыздай, монитор портта да біз тап сенсорына тиген кезде монитор портымызда 10 деген мәндерді шығарып жатыр, яғни қазіргі таңда өшіп жатыр. 1 деген шарт тұр, vibration off. Көріп отырғандарыңыздай. Дәл осылай сіздер күнделікті өмірде қолданатын, яғни 9600 болтта шығардық біз. Осы 9600 serial begin 9600 не үшін екенін түсіндіріп жатырмыз осы жерде. Яғни дәл осылай сіздер тағы да басқа ойын автоматтарына немесе тағы да басқа қызықты проекттерге қолдансаңыздар болады. Негізгі проекттің мақсаты біз сіздерге тап немесе кнок сенсор деп аталатын датчиктің қызметін түсіндіру болатын.